Мен жетіммін. 4-ші бөлім. Достар, сіздерден аз ғана өтініш. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығарамын. 1-ші курсты аяқтағаннан кейін жатақханаға орналастым. Осылай жұмыс істеп, әрі оқып жүрдім. 3-ші курсты аяқтар кезде деканатқа шақыртты. Барсам, 3 жылдық оқудың ақшасын төлемепсіз, соны төлеңіз, әйтпесе оқудан шығасыз деді. 3 жылдық оқудың ақшасы біраз сома, менде ондай ақша қайдан болсын. Ректорға кіріп, бар жағдайымды айттым. Соңғы курсым қалды ғой, маған бір мүмкіндік беріңізші дегенімде, ол кісі, жетім болсаң қайтейін, бұныңды маған міндетсінбе. Оқудың ақшасын төле, немесе төлей алмасаң, құжаттарыңды ал да кете бер деді. Ректордың мұнысына қатты налыдым. 5 уақыт намаз оқып, қажылыққа барған кісі бір жетімге қол ұшын соза алмағаныма деп қатты налыдым. Сөйтіп қалалық әкімдікке бардым. Жағдайымды айтып, көмек сұрадым. Ондағылар оқу орныма хат жазып, соңғы курсымды аяқтауыма рұқсат сұрады. Бірақ оқу орным 3 күн рұқсат берді де, 4-ші күні оқудан шығарып жіберді. Бұл жерде о баста мені оқуға алып келген балалар үйінің меңгерушісі оқу орнымен келісімшарт жасаспапты. Сол қателік болды. Оқудан шығып кетсем де, қайтсем де білім аламын деп, келесі жылы даярлық курсына барып, оқуға түстім. 2004 жылы Сара Назарбаева жетім балалар үйінен шыққан бозбалаларға арнап жасөспірімдер үйін ашты. Онда 16-23 жас аралығындағы жетім балалар тұра алатын еді. Мен де сол жерге орналастым. Ол жерде 2 жыл тұрдым. Сөйтіп, 23 жасымда үкімет баспана беріп, өз үйіме көштім. Жоғары оқу орнында күндізгі бөлімде 8 жыл оқып, диплом алдым. Аллаға шүкір, маман иесі атанып, өз үйім болды. Бірақ балалар үйінде тәрбиеленген жетімдер деген маңдайымызға қойған таңба болашағымызға үлкен әсер етті. Қыз баласы болған соң тұрмыс құрып сәби сүйгім келеді. Балалар ештеңеден таршылық көрмесе екен дейсің. Мейірім шапағатқа бөленіп өссе екен, толыққанды отбасында өссе екен деймін. Бірақ маған сөз салған жігіттер балалар үйімде өскенін білген соң көзқарастары күрт өзгереді. Бірде-бір жігіт сөз салып ата-анасымен таныстыруға апарғанда, сен сияқты тірі жетімнің жасауын кім әпкеледі деп анасы шорт кесті. Кейін әлгі жігітім маған неше түрлі ауыр сөздер айтып, жылатып тастап кетті. Мұндай жағдай бірнеше рет қайталанды. Балалар үйінің қызына үйленгісі келмесе, үндемей кете салса екен дейсің. Онсыз да тағдыр тәлкегіне түсіп, өмірдің біраз қиыншылығын көрдік. Жүрегіміз онсыз да жаралы. Қазіргі таңда жасым 38-де, тұрмысқа шыққан жоқпын. Інілерімнің бәрі жоғары оқу орнын бітірді. Бір інім қажылыққа барып келді. Жеке кәсібі бар. Әпкем мен сіңілім де жанымда. Өзім мамандығым бойынша жұмыс істеймін. Анамды тауып қолымызға алдық. 5 баламен пенсияға ерте шықты. Анамды кінәламаймын. Оның бізді дүниеге әкеліп, 4 ұйқысын 4 бөлгені үшін де борыштармын. Бізді амалы жоқтан балалар үйіне тапсырды. Тек денсаулығы болмай қалды. Сол үшін де бізді балалар үйіне тапсырды. Болмаса ішіп, жаман жолға түсіп кеткен жоқ. Тас бауыр туыстарымыз да үйінен қуған кезде, қайтсем де адам болып, аяққа нық тұрамын деп, іштей өзіме серт беріп едім. Міне соған да жеттік, Аллаға шүкір. Жалғасы бар.